Экспо 2017 көрмесінің құрылысы мамыр айында басталады. Бұл туралы қоршаған ортаны қорғау және су ресурстар министрі Нұрлан Қапаров орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте хабарлады. Қазір көрмеге келушілердің санын арттыру үшін ел ішінде және халықаралық деңгейде насихат жұмыстары қызу жүруде. Президент жолдауында Назарбаев университеті аясында болашақ энергиясын зерттеу орталығын құру тапсырмасы жүктелген болатын. Министрдің сөзінше бұл орталықты университет жанындағы энергетикалық зерттеулер институты базасына құру көзделуде. Жиында сондай-ақ елдегі су ресурстар жайылды. Айтылды, ал су ресурстарын басқарудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданса, елімізде су саласын басқаратын екі бірдей ұлттық компания құралмақ. Бірінші компания ол біздің министрлікте болады. Ол ұлттық компания осы магистральдық водоводтарды және үлкен водохранилищелер соның бәрін солармен жұмыс істейді. Ал екінші құрылатын компания ол МРР-да, ол уже конечный потребительдерге суды береді.